Өміріңді 100%-ға өзгертетін нәрсені айтайын ба? Ол сенің шешім қабылдауың. Яғни бір ғана шешім өміріңді толықтай өзгертуі мүмкін. Мен бұны өз басымнан өткіздім. Менің салмағым 115 кг еді. Сол салмақпен мен шешім қабылдай алмай жүрдім. Бірақ сәтте шешім қабылдадым. Сол арқылы өзім армандаған нәтижеге қол жеткіздім. Мысалы, сенде ақшада, тәжірибеде, мүмкіндікте болмауы мүмкін. Бірақ сен өзің үшін шешім қабылдаған сәттен бастап барлығы өзгеріп бастайды. Көп адам мен қалаймын, армандаймын дейді, бірақ өзі үшін ешқандай шешім қабылдамағандықтан өмірі өзгеріссіз сол қалпында қала береді. Неге? Өйткені ол жай армандайды, ешқандай өзі үшін шешім қабылдамайды. Ал шешім болса, ол нақты міндеттеме. Мысалы, арықтағың келсе, қарыздан құтылғың келсе, бай болғың келсе, онда жай ғана армандап қоймай, өзің үшін нақты шешім қабылдап, іске кіріс, әрекет ет. Есіңде болсын, жаратушы да сенің әрекетіңе қарай берекет береді. Қорқынышта, әлсіздікте өмір сүрсең, өміріңде соны көбейтетін боласың. Ал егерде өз өміріңе сеніп, шешім қабылдап өмір сүретін болсаң, онда саған барлық есіктер ашыла беретін болады. Өмірдің ең ауыр кезеңі ол сен өзің үшін шешім қабылдамаған сәттер. Мысалы, сенде өміріңде бірдеме дұрыс болмай жатса, яғни сен сол үшін нақты шешім қабылдамағансың. Ал сен егерде нақты шешім қабылдап, батыл қимылдар жасайтын болсаң, барлығы өміріңде өзгеріп бастайтын болады. Шешім қабылдаудан ешқандай қорықпа. Себебі сол шешім сенің өміріңнің жаңа бастауы болуы мүмкін.